Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін бізде стишари сабағы. Сабақтың тақырыбы абстракция. Бүгінгі сабақта біз бейнелеу өнерінің саласы, абстракция техникасының ерекшеліктерін қарастыратын боламыз. Абстракция дегеніміз бейнелеу өнерінің бір саласы. Белгілі бір заттың бетіне кенеп, қағаз, тағы да басқа бояу арқылы салынатын көркем шығармалар. Абстракцияның пайдаланатын құралы сәуле, бояу, рең. Кез келген суреттің жетілу қисыны ұқсастықтан абстракцияға бағытталған қозғалыстың көлеңкесі болып табылады. Тіпті ең қарапайым біркелкі элементтердің, мысалы нүктелер, шеңберлер, айшықтар, жай қайталанудың өзі ырғақтың пайда болуына түрткі салады. Бахтиннің айтуынша, ырғақ іште бар игіліктің реттелуі болып табылады. Ал біздің мысалымызда жаратылыстаған, үйлестірілген, игерілген кеңістік. Ал ілкі адамның санасында объект және оның аты осыдан келіп атауды белгілейтін белгілі және сондай-ақ ат қоюдың кәдесінен тың кеңістікті игерудің толассыз барысында бір-бірімен тығыз байланыста екенін ескерсек, оюдың дүние моделін құрудағы логикалық құрал ретінде мәтін және бағалаудың өзі қиын. Бейнелеу өнеріндегі абстрактілі тілдің мынадай ерекшеліктерін атап өтуге болады. Геометриялық немесе сюрреалистік дәстүрлеріне қарама-қарсы мазмұнда олар әрқашанда фигуративтік бағыттылықпен ерекшеленеді. Бұларда ғылымдар мен әлдеқашан аңғырт фигуративтілікпен асып түскен. Авангардтың шеңбер өнері арасында және бойына өзінің соншалықты дамыған түрде жатпайтын түр үлгісі бойынша 100 рет естігеннен бір рет көрден артық дегендей, енді осы стильдегі картиналардың бірнешеуін сырын ашып көрейік. Қазіргі таңда дүние жүзінде жүріп жатқан заманына өзгерістерінен келер ғасырдың өмір сипаттарын аңғармау тіпті де мүмкін емес. Өйткені жер бетіндегі сан алуан халықтардың өзара ой ойланыстары мен қол созған үміттері астына байқатады. Абстракция техникасы көбірек шұғылдануды, еркіндікті, қызықты болу принципін насихаттап, оқудың қатаң жүйелі болуынан бас тартты. Картинаның көркемдік ерекшеліктерін қабылдаудың бір бағыты шығарманың орындалу техникасына талдау жасаудың орны ерекше. Унковский кескіндеме шығармаларын қабылдауда орындалу техникасы
Акварель, гуашь, майлы бояу темпера түрлеріне бөлінеді. Абстракция техникасы бойынша сурет әртүрлі материалдарда орындалады. Онымен жазылған суреттер әр уақытта бір қарағанда түсініксіз болуымен ерекшеленеді. Абстракция техникасындағы жұмыс көп тәжірибені қажет етеді. Абстракция техникасы кескіндеме шығармаларының ерекше түрі. Абстракция техникасының ерекшелігі шындықты тікелей көрсетпейтіндігімен ерекшеленеді. Суретшінің субъективті көзқарастары мен қияли арқылы орындалатын жұмыс. Абстракция техникасы кең тараған кескіндеме өнерінде орны бөлек. Абстракция техникасында жазылған шығармалар өмір шындығын астарлы түрде бере білуге жағдай туғызатын ерекше және кең көлемде дамыған техника болып табылады. Абстракция шығармаларын қабылдауда түстердің құрылымы ерекше орын алады. Суретші түстерді ұтымды қолдану арқылы өмір шындығын астарлап жазықтың бетіне бейнелей білуге қол жеткізеді. Түстердің картинадағы көркемдік ойы жеткізетін ерекше қасиеті болады. Түстер арқылы суреткер өзінің көңіл күйін білдірумен қатар көрушілерге де белгілі бір көңіл күй сыйлайды. Абстракция өнері қазақта кенжелеп қалған. Абстракцияның техникасы өте күрделі. Ол суретті адамдардың түсінуі де қиын. Бір қараған жанға сенің 5 ай бойы ой еңбегіңді жұмсап, көз майыңды тауысып салған суреттің әншейін шимай шатпақ, неше түрлі бояуларды жаға салған болып көрінуі мүмкін. Енді студенттер, осы берілген видео сабақты көріп, сендер осы сурет абстракцияның қай түріне жататынын анықтауларың керек. Және де өздерінің абстракцияларыңды ойлап, нобайларын салуларың қажет. Бүгінгі тақырып түсінікті болса, тапсырма орындауға кірісіңдер. Сұрақтарың туындап жатса, менің жеке чатыма шығуларыңа болады. Назарларыңа көп рахмет. Сау болыңдар.